Hayırlı күн достар. Карантин кезде бос уақыттарыңызда YouTube каналға қалай видео салу керегін көре отырыңыздар. Бір кісілер асханада не пісіріп жатқанын түсіреді. Бір кісілер денсаулық туралы және бала тәрбиесі жалпы айтқанда өзіңізге ұнаған саланы таңдап YouTube каналға салса болады. Осы менің каналыма жазылып алуды ұмытпаңыздар. Және де өз пікірлеріңізді, өз комментарияларыңызды төменгі жағында жазып кетіңіздер. Олай болса кет. YouTube каналға қазір кіреміз. Өзіміздің соткамен. Соны қарасаңыздар, поисктің жанында 10 жанында каналдарыңыз тұрады. Сол каналға ішіне кіресіздер. Одан кейін қара стрелка. Қара. Соны басамыз үстінен. Одан өз каналыңыз тұрады. Мен Бекзат Мұстафин, мен канал. Осыны басамыз. Осыны басқаннан кейін поисктің жанында сол жағыңызда видеокамераның суреті бар. Соны басасыздар. Бұл жақта сосын өзіңіздің галереяңыз шығады. Бұл жақта қандай видео салғыңыз келеді, соны алып осы жаққа жүктейміз. Міне жүктелді. Енді название деген жерде тақырып. Бұл тақырыпты өзіңіз видеоңызға байланысты тақырыпты жақсы керек, жақсы жазу керек. Сол себепті тақырып жақсы жазсаңыз, бұның бәрі жақсы өтеді, видеоңыз көп адам көреді. Мен бәрін дайындап қойғам, мұны тақырыпты көп уақыт алмау үшін сіздерге. Сіздер де өстіп дайындап қойсаңыздар болады тақырыпты алдын ала. Міне менің тақырыбым карантинде не істеуге болады? Телефон арқылы YouTube'қа видео салуға бола ма? Тақырыбым болды. Мен іздегі YouTube карантинде не істеуге болады деп іздесе, мен шыға берем. Телефон арқылы YouTube'қа видео салуға бола ма деп жазса, мен шығатын болам. Және описание деген ол сипаттама, видеоңыз не туралы, сол жайлы бұл жерге жазасыз. Мен де оны жазып қойғанмын, сипаттама. Бұл видеода YouTube каналымын. Бұны аламыз да копировать етіп аламыз заметкеден. YouTube каналға апара саламын. Ана жақта описаниеға апарып остановить деймін, болды. Бұл видео міне. Бұл осы описание. Одан кейін хэштег деген зат бар, ол видеоның үстін жағында тұрады. Оны сіздерге көрсете кетейін қазір. Хэштегті көрдіңіздер ғой. Жазулардың астында қазақша деп тұр, соның жанында стрелка тұр. Стрелканы 2 рет бассаңыз, төмен қарай түседі. Одан хэштег сөзімен сіз үстіндегі хэштег сөз деген осындай болады. Аласыз да өзіңіз сөз жазасыз. Сол сөз, сондай сөз жазса, сізде шығатын боласыз. Бұл ключевой істердің бірі. Тоже жақсы өтімді. Осындай да істеп қойсаңыз, хэштег деген решетка. Карантин YouTube бизнес бастау. Осындай жазса, егер YouTube'қа кіріп, мен шыға бастаймын. Бұл кілт сөздердің бірі. Осындай да істеп алыңыздар. 2 батырмамен төмен қарай түсесіздер. Одан кейін ары қарай кетсек, открыть доступ. Открыть доступ деген бәріне көрінеді, бәріне ашық. Екінші доступ ссылка деген. Бұл только сіз WhatsApp арқылы или сіздің ссылкаңызбен ғана кіре алады. Басқа YouTube'дан іздесе таба алмайды. Ал ограниченный доступ деген, бұны ешкім көре алмайды, өзіңіз ғана көре аласыз, сізден басқа ешкім көре алмайды. Ал мен болсам открыть доступ деген, бәріне көрсетуге сөйтіп көрсетемін бұны. Сондай қылып қоямын. Бәріне көрсеткіңіз келсе, осы открыть доступ қоясыз. Түсіндіңіздер ғой? Ары қарай кеттік. Мына место положение дегенде жазбаңыздар еш нәрсе. Бұны егер жазсаңыздар, мына жақтағы карантин YouTube хэштег деген сөз жазылмай қалады. Сол себептен жазсаңыздар. Ары қарай кетсек, ең жоғары жағында добавить информацию деп тұр ғой, жоғары загрузить. Соны басамыз, загрузить. Видео енді жөнделу үстінде. Осы жөнделеді, кетеді. Болды осымен. Міне сіздерге айтуымды кеттім. Міне хэштег деген мынандай болады. Айтып жүрсем. YouTube канал ашу деп тұр ғой. Мен алдыңғы видео. Соның міне хэштег деген міне жоғары жағыңызда көрсеңіздер міне.
ютубтан ақша табу қазақша контент деп жазып кеткен. Осы хэштег деген. Бағана астына жаздым ғой, ең астына сипаттаманы. Солай жазсаңыздар осы жерге шығады. Көрдіңіздер, ютубқа ақша табу. Өте маңызды ақпарат осы да. Солардың бірі. Ескере кетсеңіздер болады. Олай болса, каналға жазылып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше достар.